Жолдардың сапасы біраз уақыт Теміртаудың жаяу жүргіншілері мен көлік жүргізушілерін алаңдатқан мәселе. 30 қазанда қала жолдарындағы барлық жұмыстар ресми түрде аяқталды. Биылғы жыл жөнделген жолдардың сапасын қоғамдық кеңестің мүшелері, қалалық мәслихат депутаттары, тіпті Теміртау қаласының әкімі Ғалым Мәшімов жекелей бақылаған болатын. Мы также в этом году применили технологии. Біз биылғы жылыда жолдың сапасын жақсарту мақсатында жаңа технологияның көмегіне жүгіндік. Былтырғы жылы бұл технологияны біз алғашқы рет Республика даңғылына және Теміртау көшесінің жолдарына пайдаланып көрген едік. Ағымдағы жылы қала маңындағы және ішкі жолдардың орташа жөндеуіне 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Жүргізілген тендердің қорытындысы бойынша 150 миллион теңге қаражат үнемделді. Бұл сомаға қаладағы жолдардың орташа жөнделуі және Бейбітшілік даңғылы мен Комсомол даңғылынан Степан Разинге дейінгі жол кірді. Сондай-ақ көптеген ішкі жолдар жөнделді. Проводился ремонт, средний ремонт внутриквартальной дороги в восточной части города. Қаланың шығыс бөлігіндегі аудан аралық жолдарда жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жауапты мекеме жұмысты уақытында сапалы етіп аяқтады. Келесі жылы Коммунаров көшесінен бастап жұмыстар жүргізіле бастайтын болады. Қоғамдық кеңес өкілдері Армстрой мердігерлік ұйымының жұмысына бірнеше рет көңілдері толмайтындығын білдірген болатын. Өткен жылы бұл мердігер ұйым Республика даңғылын, Қарағандылық шәстеден Металлургов даңғылына дейінгі жолды жөндеді. Ағымдағы жыл аталмыш фирма Бейбітшілік даңғылындағы жолды жөндеу бойынша конкурсты жеңіп алды. Бұл жолы да мердігер ұйымның атқарған жұмысына қатысты көп наразылық туындады. Айта кетейік, облыс әкімі Ерлан Қошанов өткен жылы шаһарымызға келген кезекті сапарында Армстрой компаниясының жұмысына көңілі толмайтындығын жеткізген. В этом году ремонт дорог по всему городу прошел достаточно лаконично и позитивно. Биылғы жылы жолдарды жөндеу жұмыстары жақсы аяқталды деп айтуға толығымен болады. Тек арасында Оқжетпес сияқты мекеменің жұмысы Армстрой мердігер ұйымының жұмысына кедергі келтіргені болмаса. Келесі жылы билік өкілдері шаһарымыздағы Коммунаров, Амангелді, Мичурина көшелеріндегі жолдарды жөндеуге қаржы бөлмек. Сондай-ақ 68-ші аудандағы Горка Дружба көшесіндегі жолдарда жөнделетін болады. В целом, основные дороги общего пользования отремонтированы. Толығымен айтатын болсақ, қолданысқа ие бастапқы жолдар толығымен жөндеуден өтті. Алдағы уақытта жаяу жүргіншілер жолына, аудан аралық жолдарға назар аударылса деймін. Жергілікті билік өкілдерінің сөзіне сенсек, қаламыздағы жолдардың жағдайы едәуір жақсарып келеді. Алайда жолдардың сапасына қатысты қала тұрғындарының пікірі қақ жарылды. Базардың жанындағы жолды биыл жақсы деді. Бұның сапасын енді осы қыс өтіп көктемде көреміз. Өйткені қыста қар болады, күрейді мысалы. Бұрынғыдан ойлағанда әжептәуір жақсы сапасы деп айтуға болады. Теміртаудың әкіміне мен рахметімді айтам. Жолды жақсы жасап жатыр. Өзі келіп тексеріп кетті. Мына жолдың шетіндегі тротуарлар кішірек болды, сонда да жарайды. Теміртау қаласына жаңа жолдар жөнделген, сапасы жақсы, бірақ бұрынғыда тротуарлар істелінген. Қазір енді тұруға ыңғайсыздау болып тұр. Бірақ жақсы, бәрі сапасы да бәрі жақсы. Енді келешекте көреміз, көктемде қалай қанша уақыт өзінің несін береді, жұмысы нәтижесін береді. Теміртаудағы жолдардың жалпы ұзындығы 720 шақырым. Биыл 54 шақырым жолға жаңа асфальт төселді. Жөндеу жұмыстары аяқталды. Асфальт төселді. Ақтер көктеріміз шығып жасаған асфальт төсеніштері келесі жылы көктем шығысымен ақ ойдым қалпына қайта түсіп, көлік қозғалысын әбікерге түсіреме, әлде ойымыздағыдай болып жайнап тұрама. Ол енді уақыт еншісінде.